Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен 2 картошкадан осындай қатырлақты жасайтын боламын. Сіздермен рецептісін бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация бөлімін басып тіркеліп қойыңыздар. Сондай-ақ менде тез дайындалатын осындай мини пицца түрі бар, және де лаваш түрлері бар. Сілтемесін видеоның соңында қалдыратын боламын. Ал ендеше орташа отымызда осындай су құйып, ішіне картошкамызды салып, бетіне тұз себелеп, қазір 10-15 минут картопымыз піскенше қайнатып аламыз. Мінекей, картоп қайнап жатыр. Және де бұл картопты суығанша қойып қоямыз. Одан кейін сыртын ашып, осылай 2 картопымызды терканың көмегімен, ірі жағымен қазір өткізетін боламыз. Мінекей, видеодағыдай көріп тұрғандай, мен картошканы осылай теркадан өткізіп алдым. Одан кейін бетіне 4 қасықтай ұн себеледім. Және де осы екеуін араластырамын, және де бетіне дәміне қарай шамалап тұз себелеймін. Енді осыны қасықтың көмегімен араластырып аламын. Одан кейін қолдың көмегімен басын біріктіремін. Осымен біздің тестіміз дайын болды, мінекей. Енді осыны мен қазір доскаға шамалап ұнды себелеп, одан кейін жаңағы картопымызды үстіне қойып, бөлшектерге бөліп аламын, өзіме ыңғайлы етіп. Енді осы бір бөлігін аламын да қолдың көмегімен ысқылаймын ұзынша қылып. Мінекей, осындай форма шықты менде, және де осы ұзынша форманы мен қазір пышақтың көмегімен барлығын бөлемін. Одан кейін бетіне әдемі узор түсу үшін мен осылай вилканы қолдандым. Сіздер де өз идеяларыңызбен жасасаңыздар болады. Мінекей, менде 2 картошкадан осындай порция шықты. Енді мен біреуін қуырып алдым, енді екінші порциясын салдым. Екінші жағын алма кезек осылай орташа отта майда қуырып аламыз. Мінекей, осымен біздің қытырлағымыз дайын болды. Енді әдемілеп отбасыларыңызға, балаларыңызға ұсынсаңыздар, өте керемет жейді. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Достар, менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып, және де достарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Менің еңбегімді бағалап. Сіздерге көп-көп рахмет. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.